іздестіру құтқару жасағы қоғамдық бірлестігінің үйлестірушісі Айбек Алдоңғарда келіп отыр. Қош келдіңіз, Айбек мырза. Бағанадан үндемей тыңдадыңыз. Ал енді сіздің қызметіңіз мүлдем қиын. Адам іздестіру, жоғалған адамдарды табу оңай шаруа емес. Қиналып кеткен жоқсыздар ма? Жоқ, қиналған жоқпыз. Әр адамның өмірі бізге маңызды. Әсіресе кішкентай балалардың, өйткені қарапайым адамдарға білінбейді. Мен волонтерлыққа келгеннен бастап, неше жыл болды? Айтсам, 1 жылдан асты. Күнде жоғалады. Жағына жерде келе жатқан кезде де тағы да бір кішкентай бала жоғалды. Күнде жоғалады, шыны керек. Сонда жоғалғанда адасып қала ма, үйінен кетіп қала ма? Әртүрлі болады, адасып кететіндер болады, үйінен әке-шешесімен ұрысып кетіп қалатындар болады. Ерекше балалар болады. ДЦП мен аутист балалар болады. Бізде волонтерлік оперативтік штабта 10 адам болады. Неде белсенді іздестіруінде 61 адам. Тағы да 400 адам бізде ақпараттық таратады. Сонда 400 адам. Көбі жоғалған балалардың көбі табыла ма? Иә, табылады. Құдайға шүкір табылады. Бір күннің көлемінде? Иә. Ерекше оқиға бар ма есіңізде? Ерекше оқиға ол сіздің жүрегіңізге бір керемет бір күш салған әсер. Жазда болды. Жазда болды. Түнгі 2-де бізге қоңырау келді. Ләззат деген қыздың әпкесі ма, қарындасы ма жоғалып кетті деп. Олар Үркер деген ауылдың ар жағына демалуға барған. Сонда ұрсып па, солай кетіп қалған. Жарықты көріп, сол жаққа қарай жүре берген. Неше жастағы адам? Ол үлкен 25-30 арасы. Сол жаққа бара жатқан жарықты көріп, сол жаққа қарай жүріп, жаңаға болотаға түсіп кеткен. Бізге түнгі 2-де хабарласты, бірақ біз келесі күні шықтық. Өйткені бізде нені қараймыз, приоритетке қоямыз, кішкентай балалар, ерекше несі бар балалар деген сияқты. Үлкен кісілер болса, сондайда тез шығамыз жедел түрде. Келесі күні шықтық, 2 тәулік бойы ол қыз жаңа болотада болды, 2 тәулік. Не су ішкен жоқ, не істеген жоқ. Аман ғой әйтеуір? Аман. Біз төтенше жағдай министрлігімен бірге және полиция қызметкерлері, Есіл ауданының полиция қызметкерлерімен бірге іздедік. Әр 10 метр сайын біз айғайлап тұрдық, Ләззат деп, және фонариктермен жағып. Жаңа болотаға жақындаған кезде сол қыздың дауысы естілді. Сол кезде қасына барып алып шықтық. Көмектестіңіздер, жалпы сіздерде адамдар жеткілікті ме? Иә, бірақ сонда да тағы да керек, өткені күніне 3-4 адам жоғалған кездер болады. Сол кезде жетпей қалды. Сол кезде біз қайсынан бастарымыз білмей қаламыз. Қалай болуға болады сіздерге? Жүрек жұтқан, сондай бір? Жоқ. Ең бастысы. Талаптар бар ма? Ешқандай талап жоқ. Кәмелетке жасқа толған, өйткені біздің волонтерлік жұмысымыз кішкене ауырлау, жаңағы нелерде далаларда жүреміз, ормандардың арасына да барамыз, бұзылып тұрған үйлердің арасына да кіреміз түнде. Ешқандай талап жоқ, тек жаңағы кәмелет неге 18-ге толған адамдар болса, кіре береді бәрі. Үлкен кісілердің жас шектеуі? Үлкен кісілер де келеді, но көбінесе жастары келеді бізге. Жастар. Бізге ұлдар көп керек. Енді айтып жатырсыз ғой, күніне 2-3 адам деп масқара, цифр, қорқынышты цифр, иә? Сонда сөйлескен кезде бәрінің айтатыны сол бір мысал ма? Ренжісіп қалдым? Әртүрлі. Ренжісіп қалғандар да болады. Өз қателіктерін дер кезінде түсінетіндер бар ма? Біз енді ары қарай олармен сөйлеспейміз. Біздің миссиямыз тек тауып беру, әке-шешесін. Ал сіздердің құрамдарыңызда, топтарыңызда психологтар бар ма? Иә, бізде психолог та бар, жаңағы медицина жағынан тоже бәріміз. Бәрінде өздерінің жұмыстары бар, бірақ тағы да дополнительно оқиды, сертификат. Кеше ғана бізде жедел жәрдеммен бірге нестедік, опыт алмасу дейді ғой. Тәжірибе алмасу. Иә, тәжірибе алмасу. Яғни жан жақтысыздар, иә? Иә. Қандай сұрақ? Бүгінгі біздің қонақтарға, біздің студияда отырған қонақтардың бәрі ниеті дұрыс, жақсы адамдар екені көрініп тұр ғой, бірақ дей тұрғанмен осындай волонтерлік қызметте ниеті жаман жаңағыдай адамдар болады. Әдетте олар қайырымдылық қормен айналысады, және де жалған фото, видеолар, басқа мақсатта. Осындайларды қалай анықтасақ болады екен? Біз жаңағыдай неде болып жатыр ғой, неше түрлі.
біз кейінгі кезде ешқандай тіпті жерден қорқып ақша қалды. жинамаймыз, ешқандай сбор бізде жоқ. Бізде тек өзіміздің ақшамыз және спонсорлар болады. Мысалға айтатын болсам, соңғы кезде бір қызды біз тапқанбыз, Айлин деген. Соның әкесі бізге жаңағы фонарик, рация дейді ғой. Сондайлар бізге қаражат көмектесті. Ақшалай Сіздердің барлықтарыңызда құжат бар ма? Волонтер деген. Мысалы, қазір неше түрлі алаяқтар бар ғой. Қоғамдық көліктерде жүретіндер бар, көшеде. Біз осындай ерікті едік, осындай мақсатта, осындай адамға емге ақша жинап жатырмыз, анда-мында неше түрлі ақпаратты айтады. Сол алаяқтан нағыз волонтерді ажырату үшін қандай да бір сізде де құжат, бір төс белгі, ондай жоқ па? Ондай нәрсе негізінде болмайды. Бірақ алаяқ деп жатсыздар, негізінде ол біздің мемлекетте 2022 жылы қабылданған қайырымдылық заңы бар. Волонтерлық заң 16-та қабылданған. Екі бөлек заң, екі бөлек бұл бағыт. Бірақ көбінесе өз қайырымдылықты да волонтерлікті біріктіріп жіберіп жатыр қоғамда. Яғни волонтерлікті қайырымдылықпен шатастыруға болмайды. Волонтерлік қызмет деген өз қолымен жасаған, ақысыз жасаған қызмет түрі. Оның ешқандай қаржы, егер де сізден